Шашың түсіп жатыр ма? Шашыңды қалыңдатқың келе ме? Онда комплексіне жұмыс істеу керек шашпен. Шаштары түсіп қалса таз болсын. Бұл основной бізде шаштың құрамы мынадан тұрады. Цинктан тұрады. Мен доктормен сендерге витамин шығардым. 22.500 дозировкадан. Сол сияқты мысалы селен, дополнительно D3, омега бар құрамында и коллаген. Коллаген құрамында глюкозамин, С витамин, биотин бар. Қосымша осы витаминдерді ішіп отырасыңдар, комплексіне ішіп отырасыңдар. Потом барып менде мынандай май бар, шаштың майы бар, и мезороллер микротравма жасап, бастарына мысалы микротравма жасайсыңдар. И осыны мысалы жағасыңдар. Дополнительно мысалы шампунь. Шампунь енді күнделікті аласыңдар, неше химия даже құрамы жоқ. Сендерге міне құрамы бәрі тұр. Құрамы бисульфатный, бұл травяной шөптерден қайнатылған біріншіден, экологический. Екіншіден витамин составы, А витамин, Е витамин, В витамин, кератин бар. Кератин өз шаштың фолликуласы содан тұрады. Сол сияқты бұны регулярно жуып отырасыңдар, и все. Шаштарын ақырындап қалыңдай бастайды, қайттан восстанить етіле бастайды. Уже эффект 3-ші айдан кейін, 5-ші айдан кейін эффектісі болады. Ұқтыңдар ғой. Сақалдарын өсуде мысалы мезороллермен етіп отырасыңдар, менде миноксидил бар, қосымша мысалы осы немен жағып отыр, май жағып отырасыңдар, и все. Докторменнен. Қосымша енді шаштарымды ойынды ускорять етемін десеңдер, сендерге арнап докторменнен сабын шығардым. Бұл сабын емес, бұл шампунь, терлі шампунь деп аталады. Бұл өте жақсы, шаштарымды одан сайын шөптерден қайнатылған, витамин состав тоже. Кішкентай болғанмен өте шаштарым қайратты болады. Шаштарым фолликуласы қалыңдайды. Осы комплексіне етіп отырасың, қазір витаминдарға 2+1, 2 болсын 3-ші тегін, майларға да, сол сияқты шампундарға да барлығына, сабынға да бәріне 2 алсаңдар 3-ші тегін болады. Қалай аласыңдар, же комментария жазып кетіңдер, мен шашымды қалыңдататын витаминдер алайын деп едім, личкіме жазсаңдар да болады. Шаштың витаминдерін алайын деп едім, шампундарын алайын деп едім. +7 705 664 25 57. Комплекс істеп отырасыңдар, регулярно бір жылдай жағып отырады. Одан бір жылдан кейін мен шампунь алмаймын, етпеймін десеңдер, басқа химия қолданып организм витамин жетісе, қайттан түсе бастайды. Ұқтыңдар ғой. Бір бастан етіп алған соң күтіп ұстау керек шаш. Сендер киімді таза ұстайсыңдар, тура сол сияқты шашты да күтіп ұстау керек. Шаш адамның көркі ғой. Енді күтпеймін десеңдер, тоже өздерің білесіңдер.